Біздің дінімізде үлкен күнәлар бар. Сол үлкен күнәлардың бірі ол алаяқтық, арбау, алдау, біреудің табысын алаяқтықпенен қолға түсіру, соны жеп кету. Алла сақтасын, қазір қоғамда осындай адамдардың саны, дені өте көбейіп кетті. Сондықтан бұл алаяқтық орын алған жерде адамдардың бір-біріне деген сенімі бұзылады екен. Тұрақтылығы, адамдар бір-біріне деген сенуден қалады. Адамдар бір-біріне сенуден қалған уақытта бір-біріне деген мейірімі, қарайласуы, сол нәрселер ұзап кетеді. Міне сондықтан ең үлкен күнәлардың бірі бұл алаяқтық екен. Даналардан айтылған үлкен бір сөз бар: адамның бойында сондай бір қасиеттер болады деп 4 қасиетті айтқан. Біріншісі жыртқыштық қасиет, одан кейінгісі шайтани қасиет, хайуани қасиет, періштелік қасиет дейді. Міне осы аталған 4-інің ішінде біреуі бұл шайтани қасиет. Осы алаяқтық жасау, тұзақ құру, алдау, арбау арқылы оңай табысқа қол жеткізу бұл шайтани қасиеттен болып табылады екен. Алла сақтасын. Міне сондықтан біздің дініміз осы нәрседен тыяды. Астағфирулла. Алла тағала қасиет Құранда былай дейді: "Уала талбисул хаққу бил батили ва тактумул хаққ ва антум та'ламун." Ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар, және біле тұра шындықты жасырмаңдар дейді. Алла тағала қасиет Құранда осы нәрсені баяндап жатыр. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам базарға келеді. Базарға келсе, біреудің сатып тұрған бидайына көз түседі. Әлгі бидай өте керемет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі жаңа қолын бүйтіп, қапқа бүйтіп салып қараса, асты дымқыл болады. Бейшара құрғап әдемі бидай, асты дымқыл болады. Сонда пайғамбарымыз астындағы дымқыл бидайды бетіне шығарып қоймадың ба адамдар көретін дейді. Сонда я Расулалла, жаңа мынау бидай жауын болып, дымқыл болып қалып еді деп ақталады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдайтындар бұл бізден емес деген екен. Міне сондықтан қандай да бір нәрсені сауда саттық жасайтын болса, қандай да бір жаңағыдай бір адамдармен қарым қатынаста біздің дініміз ешқандай өтірік араластырмауды бұйырады. Саудаңыздың сонда сіздің неңіз болады, берекесі болады. Міне сондықтан адам барынша тек саудада ғана емес бұл нәрсе. Қандай да бір адам офисте жұмыс жасауы мүмкін. Әйтеуір бір адам бір кәсіппенен не істейді, күн көреді. Сол жасап жатқан өзінің іс амалында ол барынша жалғаннан, өтіріктен ұзақ болу керек. Өйткені алаяқтықпенен біреуді алдау, арбау арқылы жасалған іс-әрекеттің ешқандай берекесі болмайды, құрметті жақсылар. Міне сондықтан Хазіреті Омар радиаллаху анху былай деген екен: "Мен ешкімді алдамаймын, әрі ешкімге алданбаймын" да деген екен. Міне сондықтан адам, момын мұсылман, біреудің жаңағыдай алаяқтықпен немесе зорлық зомбылықпенен хақсын жеуден ұзақ болу керек. Және де өзіңіздің ақыңызды біреуге жегізіп қоюдан да сақ болуыңыз керек. Қазір Алла сақтасын, неше түрлі алаяқтар көбейіп кетті. Әсіресе мына телефонменен қазір неше түрлі сайттар арқылы алаяқтық жасап, сіздің жаңағыдай данныйларыңызды біліп алып, сізге звондап, біз керемет осындай сізге бір тосын сый күтіп тұр, осындай нәрселер жасасаңыз деп, одан кейін WhatsAppқа жаңағыдай бір белгісіз бір нөмірден белгісіз бір сондай бір сайттардың ссылкалары келу арқылы, адамдар сол ссылканы басып, ішіне кіріп кету арқылы
да алаяқтарға алданып қалып жатыр, Алла сақтасын. Міне сондықтан құрметті жақсылар, қазіргі мынау телефонның, технологияның дамыған заманның бір жақсылығы да бар, өте үлкен қасіретке де кіріп кетіп жатқан дүниелері, тұстарымыз да бар. Міне сондықтан мына SMS-терге қазір жаңағы келіп жатыр, не қандай болса сондай сіздерге келіп жеткен немесе қоңырау шалынған жаңағы хабарламаларға алданып қалмаңыздар деп ескерту келіп жатыр. Өйткені қазір алаяқтықтың дамығандығы соншалықты, Құдай сақтасын, білмейтін бауырларымыздың несін шығынына, өте үлкен шығынына алып келіп жатыр. Міне сондықтан адам баласы ең бірінші өзінің әрдайым Алла тағаланың бақылауында екендігін не істеу керек? Назарда ұстауымыз керек. Құрметті жамағат, біздер біреуді алдап жатқан кезде, немесе сол біреуден оңай сізге жаңағыдай табыс көзі келетіндігін пландап жатқаныңызды ақыл ойыңызбенен, оны ешкім білмеуі мүмкін, бірақ сол ойыңызбен пландап жатқан нәрсеңізді Алла тағала білуші. 24 сағат әрбір секундта, одан кейін сіздің көкейіңізде қандай ойлардың кетіп жатқандығының барлығын Алла тағалаға ол еш нәрсе сыр емес. Алла тағала барлық нәрсені білуші. Міне сондықтан қоғамдағы байланыста біздер осы нәрсеге өте қатты мән беруіміз керек. Алла тағала қасиет Құранда «Вахуаллаху фис самавати вал ард, я'ламу сирракум ва жахракум ва я'ламу ма таксибун» дейді. Көктердегі және жердегі ол Алла сендердің жасырын және жария істеріңді, әрі қандай іспен айналысып отырғандарыңды біледі дейді. Алла тағалаға еш нәрсе сыр емес, құрметті жақсылар. Міне сондықтан адам баласы осы нәрсеге өте қатты мән беруіміз керек. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымызға келген кезде маған ихсан жайында сен хабар бер деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ол сенің Алланы көріп тұрғандай, құлшылық етуің, егер ондай күйде бола алмасаң да, ол сені әрдайым бақылап тұр деген ойменен құлшылық етуің деді. Міне сондықтан біз Алланың назарынан еш уақытта тыс қала алмаймыз, құрметті жақсылар. Ол Алла тағала сіздің жаңағы істеп жатқан халіңізден бейхабар болып қалады деген ойды мүлдем санамыздан алып тастауымыз керек. Өйткені Алла тағала қасиетті Құранда аятул күрсиде ол қалғымайды да, ол ұйықтамайды да деп не істейді? Қасиетті Құранда осы нәрсені байқайды. Яғни сіздер менен біздерге осы нәрсені Алла тағала қасиетті Құранда баяндайды. Міне сондықтан Алла тағаланың назарынан тыс еш нәрсе болмайды. Міне сондықтан біз өте осы нәрсеге сақ болуымыз керек. Омар радиаллаху анхуның халифалық тұсында, білесіздер, Омар радиаллаху анху өзінің халифалық тұсында Мединаны аралап жүреді екен түнде. Осы тұрғындар не істеп жатыр? Осылар немен шұғылданып жатыр деп. Сонда Омар радиаллаху анхудың алдыңғы жарлығында сүтке су қоспай сату керек екендігін бұйырады, әмір етеді. Сонда бір үйдің жанынан өтіп бара жатса, анасы менен қызының осы нәрседе таласып жатқандығын естіп қалады. Анашым, неге сүтке су қосып жатсыз? Халифа Омар радиаллаху анху, ол сүтке су қоспаңдар деп бұйырған емес пе деп. Сонда Омар қайдан көріп жатыр дейсің, дейді ғой, біздің үйдегі дүнияны. Сонда қыз айтады, Омар көрмесе де Алланың, әлемнің Раббысы көріп тұр емес па? Дегенде
Омар радиаллаху анху осы қыздың осы жауабына және әділдігіне өте тәнті болады. Сөйтеді, сол әлгі нені қызды өзінің баласына келін қылып алып береді, құрметті жақсылар. Міне бұл ихсан, адамның жүрегіндегі ихсан, яғни Аллаға деген әділдігі, адалдығы. Ол немен өлшеп жатыр? Адамдар көріп тұр деп емес, Алла тағала менен әлгі өзінің өмірін байланыстырып жатыр. Алла тағаланың алдында біз 24 сағат бақылауда екендігімізді, осы нәрседен біздер өте үлкен сабақ алсақ болады. Ай, не қылады дейсің, кім көріп бара жатыр дейсің деген нәрседе момын мұсылман, оның ихсаны мына жүрегінде Алласы болса, әрдайым сол бақылауда тұрмын деген сана сезімінде ой болатын болса, ол адам не істемейді, сондай қасиетсіз амалдарға бармайды. Екінші, қанағатшыл болуымыз екен, құрметті жамағат. Яғни адам баласы қанағатшыл болған жағдайда жеңіл табыспенен мол табысқа кенелуді не істейді? Шегереді өзінен. Жеңіл табыстан адам өзін аулақ ұстайды. Міне сондықтан Абрай Алтынсарин атамыз айтқан екен: аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың деген екен. Міне сондықтан Абай атамыз да айтады: тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас, еңбек етпес, еріншек адам болмас дейді. Міне сондықтан адам мынау жаңағы адал табысқа, өзінің мынау еңбек екі қолменен, маңдай терменен табыс, адал табыс тапқысы келетін адам, ол жеңіл жүрісті және жеңіл табысқа ол қол ұрмайды. Ол еңбек қорлыққа, еңбек сүйгіштікке және де Аллаға тәуекел етіп, тәуекелінің аясында ол адал табысқа қол жеткізуге барын салып бағады. Өйткені дінімізде адал табыс өте маңызды. Ал енді жеңіл табыс, айла тәсілменен, біреудің жаңағыдай айла жасау арқылы алдап, арбап, дүние табу, оның өміріне береке алып келмейді, құрметті жақсылар. Оны қоғамнан да көріп жатырмыз. Дана халқымыз айтады: желмен келген кетеді, желмен ағып дейді. Міне сондықтан Алла Тағала қасиетті Құранда Ибрахим сүресінің 7-ші аятында: «Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид» дейді. Егер берген нығметтеріме шүкір етпесеңдер дейді, онда менің азабым өте қатты дейді. Ал енді менің берген нығметіме шүкір етсеңдер, мен арттыра түсемін дейді. Алла Тағаланың қасиет Құранда берген нығметіне шүкір ететін болсақ, Алла Тағала сол шүкіріміз арқылы нығметімізді арттыра түседі екен. Ал кімде-кім соған шүкір етпейтін болса, менің азабым өте қатты дейді. Алла сақтасын. Сондықтан адам табыс табудағы ең үлкен нәрсе ол сол тапқан табысына қанағатшыл болу. Қанағат ететін болсақ, байлықтың ең үлкені ол қанағат екен. Байлықтың ең үлкені қанағат. Мына жаңағы бір бауырларымызбен сөйлесіп отырғанда айтады: сондай бір енді Алланың лағнет атқан бізде істері бар, құрметті жақсылар. Сондай бір нәрсемен айналысады екен да. Бірақ айлық табысы өте көп дейді. Бірақ өмірі соның ақшасы жетпейді, проблемасы таусылмайды дейді. Мысалға, ол келіп жатқан кірістің өте үлкендігінен не пайда? Егер сіздің өміріңізде тыныштық болмаса, және де тапқан табысыңыздан ешқандай хайыр болмаса, жетпесе. Міне, сондықтан Алла Тағала азғантайда болса, сол берген азғантайдың берекесін беріп қойса, міне сол адамның бақытты өмір сүруіне жетеді.
оның жаңағы размерінің үлкен көптігінде емес, Алланың берген несінде, құрметті жамағат, берекесінде. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім мұсылман болып, ризығы жетер жетпес болса да дейді, Алланың бергенін қанағат тұтса, сөзсіз ол бақытқа кенеледі деген екен. Кім мұсылман болып, Алланың бергеніне о жетсе де жетпесе де соған қанағат тұтатын болсақ, міне сол бізді бақытқа кенелтеді екен, құрметті жақсылар. Міне сондықтан қазір жаңағы ашкөздіктің, одан кейін жаңағыдай қажетсіз болған сондай бір нәрселерді тұтынудың кесірінен кредитке батып, сол әлгі есебінің дұрыс болмағандығының себебінен кредитке батып, басы бәлеге қалып жатқан қаншама адамдарды көріп жатырмыз, Алла сақтасын. Міне сондықтан біздердің айтарымыз, Алла тағаланың берген рызық несібесіне қанағат болуды, сол қанағатпенен өмір сүруді иншалла жан-жағымызға жеткізіп қояйық, құрметті жақсылар. Біз бұл жерде насихат айтамыз, бірақ осы жердегі насихат ол сіз арқылы үйге де жету керек, айналаңызға, көрші қолаңға жету керек, ақырындап соларға көркемдезділікпенен. Міне сондықтан ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы қасиет хадисінде бірінші нені айтып жатыр? Бізге мұсылман болғаннан кейінгі жетсе де жетпесе де берген Алланың рызық несібесіне қанағат тұтуымыз, ол бізді сабыр түбі сары алтын дейді ғой, соңында бақытқа кенелетін ең үлкен амал. Хакім Абай былай дейді: талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз дейді. Міне сондықтан бұл қанағат дегенді біздің Абай атамыз неге кіргізіп жатыр? Бес асыл істің біріне кіргізіп жатыр. Өйткені мына дүние сынақ, құрметті жақсылар. Алла тағала біреуге беріп сынайды, біреуге бермей сынайды. Бермей сынағанның қанағаты, егер оның оянатын болса, иншалла, Алла тағала оған сол қанағатының төңірегіндегі Аллаға көрсеткен шүкірінің аясында Алла тағала оған көп мол сауапты, көп мол рызық несібені нәсіп етіп қояды. Міне сондықтан Уахб ибн Мунаббих әл-Имани дейді: дүниесі бар болса да ашкөз адам кедей деген екен. Дүниесі бар болса да ашкөз адам кедей, аш болса да қанағатшыл адам бай. Міне сондықтан ғалымдарымыз айтады, бұл дүние деген мынандай бір нәрсе дейді. Дүниеге ашкөздік қылған адам мынау теңіздің суынан ішкен адам секілді. Теңіздің суы тұзды ғой, оны ішкен сайын шөлдейді дейді. Ішкен сайын шөлдейді, және оны тауысталмайды. Ал енді үшіншісі бұл тақуалық. Алла тағаланың алдында тақуалық етуіміз керек, құрметті жақсылар. Алла тағала қасиет Құранда сендерден бұрынғы кітап берілгендерге де, сендерге де Аллаға тақуа болуды өсиет етті дейді. Міне сондықтан бұл тақуалық деген не нәрсе, құрметті жақсылар? Алла тағаланың қандай да бір тыйған нәрселерінен тыйылу. Өзіңіздің бойыңызды содан аулақ ұстауымыз. Содан аулақ ұстасақ, иншалла, бұл сіздің бойыңыздағы Аллаға деген көрсеткен тақуалығыңыз. Мен тақуалық жасап жатырмын деп жаңағыдай адамды алдап арбап, азғандай ғой, кішкентай ғой, не қылады, чуть-чуть жасаса бола береді деген нәрсе жүрмейді, құрметті жамағат. Арасында осы нәрсені істеп қойып, пайғамбарымыз қасиет хадисінде жаңағыдай тәубе етсе, оның тәубесі кешіріледі деген нәрсе бар ғой. Тәубе ете салам деген нәрсе жүрмейді. Тәубенің өзінің шарты бар. Тәубе жасалған іске шынайы адам өкініп, екінші сол нәрсеге бармауыңыз. Бүгін жасап қойып, бір аптадан кейін қайтадан оған барып қойып жасап алып, жаңағыдай бір-екі тиын жасап алу деген нәрсе ол жүрмейді, құрметті жақсылар.
ол сіздің тәубеңіз қабыл етілмейді. Және де ондай иманда проблема бар деген сөз. Ол иманменен дұрыстап жұмыс жасау керек деген сөз. Міне сондықтан Шәкәрім Құдайберді бабамыз өзінің мұсылманшылық шарты атты кітабында осы тақуалық жайында былай деген екен. Иманды әрқашан айтып, салақ болмай жүру керек деген екен. Бұл амалдағы әлгі сондай бір кері нәрселерге адам бой алдырып қоя беру, бұл амалдағы салақтылық, құрметті жамағат. Атамыз сол нәрсені айтып жатыр. Құранда неше жерде пейіш тақуалар үшін деген, тақуа деп сақтанғандарды айтады дейді. Адам әр уақыт Алла тағаланың ғазабынан қорқынышта, рахметінен үмітті болып, қауіп пен үміттің ортасында болуы керек деп айтқан екен. Сондықтан момын мұсылман үміт пенен үрейдің арасында өмір сүру керек. Үміт пен үрейдің арасында өмір сүрген адам әрдайым жаңағы жасап жатқан іс амалында одан мына жерде таразысында ойында бір өлшем болады. Осы нәрсе жасап жатқан дүние менің дұрыс па, дұрыс емес па? Шариғат бұған не дейді? Пайғамбар бұған не дейді? Деген нәрселерді ода не болады? Өлшем таразысы болады. Егер істеп жатқан іс амалында ол адал екендігінде анық көзі жетпесе, оның бірінші адал екендігін біліп алып барып, одан кейін соған бой ұрады. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті хадисінде қай жерде болсаң да Алладан қорқ дейді. Жамандық істесең лезде оның артынан өшіретін жақсылық жаса дейді. Пендеміз ғой, біздің жаңағы қателесіп жамандық істеп қоятын бойымызда сондай бір қасиетіміз бар. Егер соны істеп қойсаң, соның өшіретін тезде жақсылық жаса. Адамдарменен қарым-қатынаста көркем мінезді бол дейді. Көркем мінез, құрметті жамағат, бұл момын мұсылманның екі дүниеде де бақытқа қол жеткізетін, оның сауабын арттыратын ең қасиетті амалдардың бірі. Одан кейін төртіншісі, құрметті жамағат, адал еңбек. Барынша біздер адал еңбекпенен істеуіміз керек, шұғылдануымыз керек. Алла Тағала қасиет Құранда «Вакулу мимма разақакумуллаху халалан тойиба» дейді. Алланың өздеріңе адал әрі таза етіп берген ризықтарынан жеңдер деген. Міне сондықтан Алла Тағала біздердің жер бетінде арамды да, адалды да жаратқан, сол адалынан болған ризық несібені жеңдер деп Алла Тағала қасиет Құранда бұйырып жатыр. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті хадисінде адамның сондай бір күнәсі бар дейді. Оны ешқандай амал өшіре алмайды. Оның тек қана өзінің мынау екі қолменен, маңдай теріменен тапқан адал табысы ғана өшіре алады дейді. Қараңыздаршы. Міне сондықтан адал еңбек, құрметті жақсылар, бұл адамның Алланың алдындағы дәрежесін өшіреді. Және де адамның сондай бір өшірілмейтін күнәсі болса, соны өшіреді екен ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде бір адам, бір жігіт, жас жігіт өтіп бара жатады. Сонда сахабалар: «Я Расулалла, мынау пенде Алла жолында ма?» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер ол жас сәби балдарын бағып қағу үшін адал еңбекпенен нан табу үшін жолға шыққан болса, ол адал жолда дейді. Егер ол қарт әке шешесін адал еңбекпенен бағу үшін нәпақасын іздеп шыққан болса, ол адал жолда дейді. Ал енді осы адам өзін асырау үшін, адал еңбек үшін жолға шыққан болса, ол
тура жолда дейді. Ал егер өзін көрсету үшін, риякерлік жасау үшін жолға шыққан болса, ол шайтанның жолында дейді. Қараңыздаршы, міне сондықтан адал еңбекпенен мал табу, адал еңбекпен тапқан табысыңызға шүкіршілік етіп, соған қанағат тұту, құрметті жақсылар, бұл адам баласын дәрежесін көтеретін ең үлкен Алланың берген жақсылығы, Алланың берген қасиеті. Міне сондықтан бауырларымызды адал еңбекпенен кәсіп істеуді Алла тағала нәсіп еткен болсын иншалла. Жаңағыдай шайтани амалдардан, сипаттардан айла құрып, тұзақ құрып, сондай бір әйтеуір біреудің тапқан табысын өзінің қолына жетіп келу үшін неше түрлі айла тәсілдерді құратын бауырларымыздың Алла тағала жүректеріне хидаят берген болсын. Алла баршамызды ондай қасиетсіз амалдан ұзақ еткен болсын. Ва ахири дауана ва алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.